Қазақстан қарулы күштерінің әскери полиция органдарының құрылғанына 25 жыл. Әскери полицияның құрылған күні ел президенті Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары жүйесін одан әрі реформалау жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойған еді. Әскердегі құқықтық тәртіпті реттейтін мекеме осы жылдар ішінде өзінің қажеттілігін, өміршеңдігін, тиімділігін дәлелдеп келеді. Ортақ іске Тараз өңірлік гарнизонның әскери полиция басқармасы да үлкен үлес қосуда. Қазақстан қарулы күштері әскери полициясының міндеттеріне сәйкес Тараз өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасының офицерлерімен келісім шарт бойынша әскери қызметшілері әскери бөлімдерде құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде. Әскери полиция қызметі 25 жыл ішінде құқық бұзушылықты бақылау мен алдын алудың тиімді жүйесін құруға мүмкіндік туды. Біздің басқарманың жауапты аумағына 3 облыс кіреді. Олар Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстары. Соған қарамастан жеке құрам өз міндеттерін біледі және дұрыс атқаруда. Әскери бөлім басшылықтарына барлық жақтан көмек және тәртіптік қауіпсіздікті нығайту барысында өз көмегімізді беруге дайынбыз. Жыл сайын әскери полицияның міндеттері мен өкілеттіліктері айтарлықтай кеңейді. Осылайша әскери полицияға қарулы күштердегі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу құқығы берілді. Әскери полицияның жеке құрамы әртүрлі ауқымды және ауқымды шараларда, халықаралық әскери оқу-жаттығуларда, шетелдік делегациялардың сапарларында құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге кірісті. Өздеріңіз білесіздер, дәл осы Жамбыл облысы, атап айтқанда Гвардейский және Матыбұлақ полигондары ауқымды оқу-жаттығулар өтетін орынға айналып отыр. Осы жылы әскери полиция органдарының құрылғанына 25 жыл толып отыр. Осы мерекелік салада өзіміздің әскери полицияда қызмет еткенімізге және басқарманың әскери полиция органдарының арасында танақты өз орны барлығымен мақтан тұтамыз. ВИП жұмысының оң нәтижелері еліміздің қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге үлкен үлес қосуда. Айгүл Пралиева, Дина Мухаринова, Ернар Сатыбалды, 7/7 News.